ананы түйіп алу керек та. Біздің жамағат, жалпы мұсылмандар қоғамдағы бір нәрсені жақсы түйіп алу. Құранда Алла тағала қағида қойды да. Егер білмейтін болсаңдар, білім егелерінен сұраңдар дейді да. Бұл жерде әхлу зикр деген білім егелері деп тұрған, сол саланың білгірі маманы да. Саған бір аурудың жаңағы емі керек па, рецепті керек па, сол дәрігерден сұрайсың. Көлігің бұзылды ма, имамға келіп дем салдырмайсың ғой. Оны жаңағы автомеханикке барасың. Бәрін солай жасаймыз біз. Маған келіп ешкім жаңағы тұмау тиіп еді, дәрі жазып берші деп рецепт сұраған емес осы күнге дейін. Оны біз бәрін орнымен жасаймыз. Бір дінге келген кезде сол нәрсені ұстана алмай өткен ана саған айтып жатқан кезде ана облигіне сеніп қалады да. Ол бір жұлдыз болуы мүмкін, бір әнші болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін, бір өнер адам болуы мүмкін, бірақ ол сақалмен тұрғасын ана жерде сөйтіп жаңағы өзінің прямой эфирінде, болмаса жүрген жерінде, отырған жерінде жақсылыққа үндеп, бір жақсылықты насихаттап жатқасын, бір діни адам ретінде қабылдап қалады да, діни маман ретінде қабылдап қалып, сосын оған ауыр сұрақтар қояды, неке талақ мәселесін қояды, басқасын қояды. Ол деген прямой эфирде қоя салатын, не болмаса бір отырыста бір жерде сұрай салатын нәрсе емес та. Оны арнайы қазір әрбір қаланың үлкен мешіттерінде діни кеңес беру орталығы бар. Ол жерде пәтуаға жауапты сол қаланың маманы, діни имамы отыратын.